Түсіңізде азанды дұрыс айтпай жатсаңыз, сіздің өтірік айтатындығыңызға ишара. Түсіңізде азанды биік жерде айтып тұрсаңыз, беделіңіздің көтерілетіндігіне ишара. Түсіңізде мұнарада тұрып азан шақырсаңыз, сіздің Алланың үйін зиярат етіп, қажылық жасайтындығыңыздың белгісі. Егер сіз түсіңізде намаз уақытынан тыс азан шақырсаңыз, сіздің басқа біреулермен қарым-қатынас жасағанда екі жүзді болатындығыңыздың белгісі, біреулерді пайдаланып, ақша тапқыңыз келетіндігіңіздің белгісі. Егер түсіңізде азаншы болып жүрсеңіз, ал өңіңізде азаншы болмасаңыз, көп ақша табатындығыңызға ишара. Жалғыз басты адам түсінде азан даусын естісе, жақында тұрмыс құратындығының белгісі. Түсіңізде азан мен қаматты бірдей естісеңіз, ауырып жүргендігіңізге ишара. Түсіңізде сіз ұнатпайтын адамның азан шақырып жатқанын көрсеңіз, сіз жайлы жаман сөздер айтатындығына ишара. Түсіңізде азанды дұрыс айтып жатсаңыз, сіздің әділ екендігіңізге ишара. Ибн Сириннің түс жоруы бойынша, түсіңізде азанды 2 рет шақырса, қажылыққа баратындығына ишара деген. Түсіңізде азан шақырып жатсаңыз, бірақ ешкім естімей жатса, нашар адамдардың арасында жүргендігіңізге ишара. Түсіңізде құдықтың ішінде тұрып азан шақырсаңыз, салихалы адам екендігіңізге ишара. Түсіңізде көшеде азан айтып жатсаңыз, адамдарды жақсылыққа шақырып, жаманшылықтан тыйып жатқандығыңызға ишара. Түсіңізде қоршаудың ішінде азан айтып жатсаңыз, адамдарды татуластырып жатқандығыңыздың белгісі. Түсіңізде патшаның алдында азан айтсаңыз, сіздің ешкімнен қорықпай шындықты айтатындығыңызға ишара. Түсіңізде биік жерде тұрып азан шақырсаңыз, адамдарды дінге шақырып жүргендігіңізге ишара. Түсіңізде мешітте азан шақырып жатсаңыз, бірақ азаншы болмасаңыз, жоғары лауазымға ие болатындығыңыздың белгісі. Түсіңізде үйіңізде азан шақырсаңыз, әйеліңізбен татуласатындығыңызға ишара.